في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Құранмен бірге саяхат деген бағдарламамызда бүкіл жер жүзіндегі Құран жаттау орталықтарын және Құран жаттауға бағытталып жатқан іс-шараларға әрі Құранның кереметіне тағы бір ой жүгірту мақсатымен бірнеше елдерді саяхаттап шықтық. Сол елдердің бірі Шешенстан жері. Сіздерге шешенстандықтардың балалары Құранды қандай керемет әдіспен жаттап жатқанын баян ету үшін және осындағы Құран жаттау орталықтарымен сіздерді таныстыру мақсатымен Шешенстанға келдік. التي بإذن الله ستعجبكم في هذه الدولة دولة الشيشان. Мені камерамен түсіріп тұрғанда, мына екі бала жазғы Құран курсына жазылу үшін кетіп бара жатқан екен. Мен оларды жаныма шақырып алдым. Я Раббым, оларды қорғаштап, Құранды олардың жүректеріне орнықтыра көр. Қане Құранмен бірге саяхат деген түсірілімімізде бізбен бірге болып Шешенстаннан көз жазып қалмаңыздар. Шешенстандағы Құран жаттау орталықтарының біріне қарай бет алдық. Бұл орталықты көріп, өз көзіме сенбедім. Бейне бір түс шынайы ақиқатқа айналғандай. Шешенстанға келерінен алдын Құран орталықтарына деген ықыластарын, балаларына Құран жаттатуға деген талпыныстарын әңгімелеп берді. Ал осы жерге келгенімде өзгеше орталықтарды көрдім. Тіпті біріңіз көріп, мені орталық саябақта, әлде ойын-сауық кешенінде тұрма деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, әрине, мен жоғары дәрежелі Құран жаттау орталығында тұрмын. Мұнда оқушының Құранды жоғары дәрежеде жаттап шығуы үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Біздің де елімізде, басқа елдерде де Шешенстандағыдай Құранға бетбұрыс, ынта ықылас болса екен дейміз. Келіңіздер, мынандай керемет Құран орталығын бірге аралайық. Бұл орталықта оқушыларға арналған жатақхана, толық жабдықталған оқу сыныптары, толық бір күндік мәзір мен асхана, жеке мешіт және оқушылардың демалып тыныстаулары үшін кең жасыл алаң салынған. Бұдан да бізді ең қызықтырғаны Аллахтың кітабын жаттаушы қарылардың бір жүйелі тәртіптері. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Қане, қайсыларыңыз бізге Құран оқып бере алады? إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الذين جعلوا القرآن عضين
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما شاء الله ما شاء الله. تسمع Мәшалла, шейх Абу Бакр Шатриді тыңдайсың ба? تبارك الرحمن. Мәшалла, шейх Шатридай бол. Амин. Шейх Абу Бакр Шатриге сүйінші, Шешенстанда да шейх Шатриді тыңдап, оның дауысын салатындар бар екен. Мен Шешенстандағы Шейх Зейд атындағы ғажайып Құран жаттау орталығын аралаудамын. Үлгілі қарларды көріп, әдемі дауыстарды естудемін. Олардың ішінде Ихуан есімді 12 жастағы бала бар. Айтуларынша, Ихуан Құран кәрімді толық жаттаған екен. Я шейх адам, Ихуан Құран жаттауды қашан бастаған? Орталық ашылғаннан бастап 8-9 ай ішінде жаттап болды. Құранды жаттауды бастағанына 8 ай ғана болды ма? Мәшалла, Құранды шамамен 8-9 ай ішінде жаттап алыпты. Шынымды айтсам таңданып тұрмын. Араб тілінде сөйлей алмаса да, араб тілін түсінбесе де талпынып, Құранды 9 айда жаттап шығыпты. Мәшалла, Аллах береке берсін. Әр күні қанша беттен жаттайтын еді? Әдетте 2 беттен 4 бетке дейін жаттайтын еді. Бірақ соңғы кездері 8 бетке дейін жаттайтын болды. Мәшалла, Ихуан осы жерде шықпастан Құранды жаттап отыра бере ме? Мәшалла, Құран жаттауға кім оны қызықтырған? Құран жаттауға деген өзінің қызығушылығы болған. Күніне қанша қайталайды? Құран қарысы міндетті түрде күнде қайталап тұруы тиіс қой. Күніне 4 пара қайталайды екен. Мәшалла, Аллахым өзің оған береке бер. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Құрметті бауырлар, сіздерге қоятын кішкене бір талабым бар. Сіз Құран жаттаудамысыз? Құранды кәміл жаттаймын деп шештіңіз бе? Ендеше үмітсіз болмаңыз. Білемін, бұл Құран жаттау сапарыңызда сізге әлі талай қиыншылықтар, кедергілер кездеседі. Және осы кедергілер сізді болды, жетер Құран жаттамаймын деген шешімге дейін апарып қоймасын. Мен көп адамдарды көргенмін. 1 пара, 2 пара, 3 немесе 4 пара жаттаған еді. Кейін кішкене бір проблема себебінен 2-3 ай Құран жаттауды тастап қойған. Содан кейін жетер енді Құран жаттамаймын дегенін білемін. Маған сеніңіз, бұл әлбетте шайтаннан. Арадан бал алмақшы болсаң, инесінен қаша алмайсың дейді. Я, бал, бірақ ол араның инесінен жиналады. Міне, Құран да сондай. Мен әртүрлі мүгедек жандармен кездестім. Қаншама сынақ ауыртпалықтарды арқаласа да Құран жаттауларын тоқтатпайды. Өйткені олар Құранның ұлы шарапатын ұғынады. Сондықтан қиыншылықпен болса да жаттауды жалғастыра береді. Ал сіз бұндай машақаттардың біріне де жолықпадыңыз. Егер күш-жігеріңізді салып тырыссаңыз, міндетті түрде Аллах сіздің істеріңіздің барлығын жеңілдетіп қояды. Аллах тағала айтады: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
Иә, Раббым сізге жеңілдік береді, алайда сіз үмітсіз болмаңыз. Бүкіл Ресей бойынша көмекке зәру мүгедек жандарға қамқорлық көрсетіп, оларға діни тәлім тәрбие беретін бірден бір Құран жаттау орталығына бас сұқтық. Біз қазір Шешенстандағы Құран жаттау орталықтарының бірінде отырмыз. Бұл орталық 1904 жылы құрылған өте ежелгі орда екен. Соңғы жылдары жөндеу жұмыстарын жүргізіп, қайта жаңартыпты. Бір қызығы, бұл орталықта шамамен 100-ге жақын шәкірт оқиды. Құран жаттап жатқан шәкірттердің көпшілігі сау адамдар. Сонымен қатар олардың ішінде керең, мылқау және көз жанарынан айырылған 25 мүгедек жан бар екен. Осы орталықтағы үлгілі шәкірттердің бірі орыс ұлтынан болған, жаңадан ислам қабылдаған жас жігіт. Бұл жігіттің Құранға деген талпынысы өте ғажайып. Өзі көз жанарынан айырылған мүгедек болса да, Braille әдісімен Құран жаттауға өте ынтық екен. Мәшаллах, білуімше, бұл жігіт қысқа мерзімде Құранды Braille жолымен оқуды үйреніп алыпты. Қанша уақытта үйренген екен? Спрашивает у вас, за какое короткое время вы смогли научить читать таким способом священный Коран? Честно говоря, как бы читать правильно, надо еще, наверное, учиться и учиться. А что касается шрифта Брайля, то есть руками, чтение руками, и выучивание букв, и слогов, и слов, как они пишутся, то за 1,5 дня. Жақсы, бірақ не себепті бұл жігіт осынша талпыныспен, осынша жылдамдықпен үйренуде? Дело в том, что я учусь в Москве, в университете, в государственном университете. Оставил этот университет и приехал сюда, и, естественно, времени у меня что-то делать, чему-то научиться очень мало, но я надеюсь, что Всевышний Allah даст, времени больше будет. Одан қандай да бір ләззат табасың ба? Вы наслаждаетесь вот этим учением? Конечно. طبعا لا شك في ذلك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. احنا سمعنا Рай на земле все-таки есть. يعني الجنة في الدنيا كانت يعني حقيقة يعني الله ما شاء الله وجد الجنة الدنيوية ما شاء في الله هذا التعلم. الله اكبر. Мәшаллах, өте әдемі сөз. Мәскеудегі отбасын тастап, мұнда Құранды Braille әдісімен оқуды үйрену үшін келген екен. Мен оған осы істен рахат тыныштық сезесің бе десем, Құранды үйрену арқылы дүниенің жәннатын таптым деп жауап берді. Қандай керемет сөз. Білуімше, футболдан Ресейдің ұлттық құрамасында ойнаған екен. Сборная России футболом играли, да? Да, мы, наверное, да. Мы выиграли Кубок Европы в Португалии. Последний турнир был и... Мәшаллах, өзі Құран жаттауға ұмтылуда. Braille әдісін үйренуде. Сонымен қатар ойыннан да бейжай емес екен. Ұлттық құрамаға дейін жетіпті. Енді бізге үйренгенінен аз ғана оқып беруін сұраймыз. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ما شاء الله تبارك الرحمن. Мәшаллах, мынандай үлгі боларлық адамдарды, соның ішінде мүгедек жандарды көрген кезімізде Аллахтың кітабына деген салғырттығымызды сеземіз. Бізде көз бар, көреміз, құлақ бар, естиміз. Құран болса алдымызда тұр, оқуға шамамыз жетеді. Аллах тағала айтады: біз саған оқылатын Құранды түсіргеніміз оларға жетіп аспай ма? Солай болса да Құраннан алыспыз. Ішімізде Құранды тек Рамазанда ғана оқитындар бар. Құранның жанына жоламайтындар бар.
Құран жаттаудың жеңіл екендігін біле тұра жаттағысы келмейтіндер бар. Міне алдымызда ғибрат болатын үлгілер тұр. Осындай үлгілерді көріп отырып, балаларыңызға Құран жаттатуды бастайсыздар деп үміттенемін. Сонымен бірге өздеріңіз де Құран оқуды, мәнерлеп, мақамымен оқуды үйренуді бастайсыздар деп сенеміз. Аллахқа қасам, бұл Құран ертең бізге қарсы құжат болуы мүмкін. Себебі Аллах тағала Құранды бізге түсінетін тілде түсірді. Сонымен қатар Аллах тағала бізге көру, есту, сөйлесу нығметін сыйлады. Ендеше бұл Құранға жақын болайық. Аллахи, әйтпесе құтылу жолынан да, бақ берекеден де махрум қаламыз. Осы бағдарламадан кейін Аллах тағаладан сіз бен бізді Құранды жаттап, оған амал ететін пенделерден қылуын сұрап қаламыз. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ